Ақпан айында Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің сенім желілік қауымдастығы жетекші мектебі мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру, сапалы білім берудің кепілі атты онлайн семинар өткізді. Семинардың мақсаты оқушылардың математика, биология, химия пәндерінен функционалдық сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмалар мен әдіс-тәсілдердің түрлерімен таныстыру, ой бөлісу болды. Семинарға Қарабұлақ орта мектебі, серіктес мектептер, Балпық би атындағы орта мектеп, Мичурин атындағы негізгі орта мектеп мұғалімдері және аудандық білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің әдіскері қатысты. Семинарды мектебіміздің әдіскері Әлия Көзайырқызы Айтыбаева семинарға қатысушыларға жұмыстарына сәттілік тілеп, семинар мақсатымен таныстырып ашты. Тест алудағы Google форма сайтымен жұмыс жөнінде аудандық білім бөлімінің әдіскері Марат Ерболатұлы Бодауов таныстырды. Ол Google формаларында тесттерді қалай құруға және бағалауға болатындығын, сонымен қатар жауаптарымен тестті қалай жасау керектігін көрсетіп, таныстырып өтті. Мичурин атындағы негізгі орта мектебінің математика пәні мұғалімі Абылгазинов Аскерхан Зейнелгабитович математика пәні бойынша пиза тапсырмаларының тиімділігі тақырыбында өз іс-тәжірибесімен бөлісті. Ол оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуда, әрі олардың білім сапасын көтеруіне ықпал болатын өзі құрастырған тапсырмалармен таныстырып, ой бөлісті. Келесі сөзді Балпық би атындағы химия пәні мұғалімі Исабеков Әділ Асетханович химия сабақтарында жаратылыстану ғылыми сауаттылықты қалыптастыру және дамытуға бағытталған тапсырмаларды құрастырудың ерекшеліктері тақырыбында өз іс-тәжірибесімен бөлісті. Ол жаратылыстану ғылыми сауаттылығын мектепке бастауыш сыныптан, 5-ші сыныптан жаратылыстану пәндерімен сабақтастық арқылы тақырыптарға сай тапсырмаларды бере отырып дайындаған жөн екендігін, сол арқылы жоғары сыныпқа келгенде оқушылардың химия, биология пәндерінен оқу сауаттылығы бойынша тапсырмаларды орындауда еш қиынға соқпайтындығын, әрі оқушылардың білім сапасының артуына ықпал ететіндігін айтып өтті. Сол үшін бастауыш сынып мұғалімдерімен орта, жоғары буын сыныптарына беретін мұғалімдермен бірлесіп, тығыз байланыста осы бағытта жұмыс істесек деген ой тастады. Келесі кезекте Қарабұлақ орта мектебінің биология пәні мұғалімі Әсия Қалымбайқызы Жексенбинова да биология сабағына пиза тапсырмаларын кіріктіру тақырыбында өз тәжірибесімен бөлісті. Ол 11-ші сыныптарға дайындаған тапсырмаларының түрлерімен, соның ішінде ашық және жабық сұрақтардың ерекшеліктеріне тоқталып өтті. Семинарға қатысушылар кері байланыс беру арқылы семинардан танымдығы мол көптеген ақпараттар, мағлұматтар алғандығын айта келіп, баяндамашыларға алғыстарын білдірді. Шын мәнінде жаратылыстану пәндері бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бастауыш сыныптан бастап қаланады. Сол себепті орта буын мен жоғары буында сабақтастықта тығыз байланыста жұмыс істеу мұғалімдердің құзыреттілігінде екендігін де айта кетті.